Сәлеметсіздер ма? Қандала адам қанымен тамақтанатын жәндік. Қандаламен әрқайсымыз әртүрлі күресіп жатырмыз. Мына пәтерде көріп жатсыздар, әр нәрсемен дәрілеген квартиранттар тұрған, бұлар қабырғаның үстіне кетіп қалған. Қандала міне өледі деп, өлмейді деп сонымен көніп өмір сүре беретіндер бар. Сіздер көріп отқандай қандалалар міне өліп жатыр. Бұл бір дезинфекцияның әсері. Квартира толық дәріленіп бір суткаға жабылады, содан кейін барып қандаланың өліп жатқанын осылай теріп аласыз. Егер қандала сізде аз болса, немесе қандала дивандар болса, сол кезде бұлай көрмеуіңіз мүмкін. Бұл жерде дивандар лақтырылған. Мынау пәтер, бұл пәтерде адамдар шаққанын байқамайды, сол себептен көбейгенін білмей қалған. Мынау ақтары, жұмыртқалары, сарылары қандаланың балалары, және қызылдары қандаланың өздері. Міндатауы диванның арасындағы пластмастың арасына кіріп алған. Адамдар только бетін ғана қарайды, диванның астын қарамайды. Асты демесе араларын қарайды. Бұл да бұл пәтер. Міне қандала, кейбір кісілер танымайды бұның қандай екенін. Дене қышыды ма, обязательно төңкеріп астын қарау керек, сол кезде таба аласыз. Біздің 8 жылдық тәжірибемізде міне вообще шуруптардың, қадаған шуруптардың арасына кіріп кетеді. Диванды мұқият қарау керек. Диван қалай жиналды, соны шашу керек. Егер диванды жыртатын болсаңыз, ол диван оның арасына кіреді. Мынау матрасқа кірді ма, губканың ішіне кірді ма, болды, ол диванды құтқара алмайсыз. Ол кезде міндетті түрде лақтыру керек болады. Бұндай жағдайда міндетті 2 рет жасау керек. Диванды лақтырмасаңыз да, лақтырсаңыз да 2 рет жасау керек. Өйткені бұл жерде нағыз ажап. Міне матрастарды осылай толық жасау керек біз. Бір шетін қарап қоя салмайсыз. Матрастың жағдайында толық қарау керек, әсіресе матрастың тігістерінде болады. Және только матрасты ғана дәрлеп қоя салмаймыз. Ол матрасты астындағы заттарын алып, диванды тұрғызып та толық дәрлейміз. Дәрілер жайында ақпараттар бізде осы каналда бар. Дәрі иісі жоқ, негізі дәрі жылда ауысып тұрады. Бұрынғы кезде біз блокада антиклоп пайдаланатынбыз. Қазір оның әсері аз болып қалды. Міне адамдар әртүрлі дәрілерді дәрілей берген кезде, түрлі нәрселерді шаша берген кезде, олар пердеге шығады, яғни орындарын ауыстырады. Бұл төсек қандаласы адам ұйықтаған кезде шағып, сол жерде қалу керек. Бірақ біз үйтеміз, оларға тыныштық бермейміз. Түрлі дәрі шашамыз, өзіміз біліп, интернеттен қарап, ыстық су, уксусты бықсытып тастайды біреулер. Уксус қандай денсаулыққа зиян, ол еще оның иісі қанша уақытқа дейін қалып қалады. Соның бәрін ойламаймыз. Ойымыздың бәрі әйтеуір кетіру, главное көп ақша шығармай, сол үшін түрлі заттар, нәрселер жасаймыз. Міне видеода көресіздер қандалаға дәрінің қалай әсер етіп жатқаны. Қандала өлмейді емес, өледі. Өте көбейіп кеткен жағдайда міндетті түрде 2 рет дәрілеу керек. Және дәрілеген кезде киімдер дәріленбейді. Өйткені қандала, төсек қандаласы төсекте болады. Ол қашса, сіз әр түрлі нәрсемен дәрілей бергенде, олар просто орындарын ауыстырады. Мынау сияқты, мысалға, перденің тігісіне шығады. Ол перденің орталарында да жүрмейді, именно перденің тігісіне шығады. Кейбір дезинфекцияларда ол пердені ұмыт кетіп жатады. Пердені дәрілеуді ұмытқан кезде, ол бүкіл жерді дәрілеп кетеді. Бір суткадан кейін адамдар келген кезде, ол сол пердеден түсіп жүреді, немесе түнде ұйықтаған кезде шағатын болады. Содан адамдар бұл кетпейді екен, өлмейді екен деп ойлайды. Өледі, дәріге қайсысы тиді, сол өледі. Дәріге түспей қалды ма, олар аман есен қалып қалады. Сосын бір сутка дәрілеген екен, ертесіне шығып атады. Негізі міндетті түрде дезинфекцияны 2 рет дәрілеу керек. По-любому бұлар пысық бір жерге тығылып қалады, өздері кішкентай көбейгенге жағдайда. Сол кезде 2 рет дәрілеу керек. Дәрілеудің арасы 1 апта болу керек. Бірінші дәріледіңіз ба, сол 6 күннің ішінде екінші обработканы жасаған дұрыс. Ол кезде де үйден 1 суткаға кетесіздер. Солай өте көбейіп кеткен екен, бәрі бір жер дәрілейді. Содан мына квартирада өздері түрлі дәріні шаша берген, олар мынау есіктің жағасындағы пенаның арасына кіріп алған. Оның үсті абаймен жабылып тұр, содан адамдар оны байқамайды.
бұл пәтерде де өздері дәрілер, түрлі дәрілер шашқан, сосын кетпейді екен ғой деген сөздерді естіп алады да, и сонымен өмір сүре береді. Бұл да осы пәтер перденің үстіне шыққан, қабырғалардың астына сіңген, обойлардың астыларында болды. Міне аман есен анақ жүр, еш нәрсе болмаған, өздері дәрілеген себебінен міне перделерге әбден жұмыртқалаған, қабырғаларға кірген перделерде дәу болып және үңки ұрым бұтақтарымен көп болып жүрді. Арасына жұмыртқа қалдырып отырған, клеткалардың арасына жұмыртқа қалдырып отыр. Үйді дәрілегеннің пайдасы осы. Не шашып жатырсыз? Сол кезде олар диван лақтырған, үйде квартирада диван жоқ. Анда дәрілер тұр, айтпайды дәріледім деп. Дәрілеген, диванды лақтырған. Міне результатында осылай пердеге шығып алған. Сол үшін дезинфекция маманы шақырған дұрыс бірден.
엄마? 아예 앉아 그래야 되나? 이게? 이게 한 거야? 조금 아깝다. 약간 되게 괜찮하다.